Мынандай қызықтар болып жатат. Балама шаштырткам, распыралдарын белгілеп қой деген. Белгілемеген баланың ісі шала деген осыдан басталады. Енді жинап келе жатырмын да өзім. Жинап келе жатқан кезінде мына распыралды мынамен ауыстыруға алуға болады, мына распыралды мынамен ауыстыруға болады. Енді бұл жерде опыт спасает дейді ғой. Тәжірибесі мол мотористер бұны допускать етпейді, білет қай уақытта қай клапан ашылады, қай клапан жабылады деген. Жастар бұндайға мән бермеуі мүмкін. Мен өзім шашқан кезінде негізінде распыралдарға белгілеп қоямын. Мынау ауа кіргізетіндікі, мына түтіндікі деп ше. Ол белгілемеген. Мен айтқам, оған белгілеп қой деп, ол белгілемеген. Я деп құлақтан теуіп, сонымен. Енді өзім жинап келе жатырмын. Енді қараңдар. Бұны енді бұндай шаталастырып алмау үшін не істейміз? Мысалға, мынау қазір кулага, мынау енді түсіндіріп кетейін. Бірінші поршын жоғарыда тұрғанда, төртінші поршын да жоғарыда тұрады. Сол кезде мынаның кулага түтінді шығарып болды, жұдырық, мынау жұдырық ауаны кіргізейін деп жатыр. Бұл дұрыс тұр қазір міне. Егерде мына распыралды мына жаққа салып қойсам, онса мына кулак мына жерде тұрады. Бұл дұрыс емес деген сөз. Бұл қазір ауаны кіргізудің алдында тұру керек. Мынау түтінді шығарып болу керек кулагын. Сондықтан бұл екеуін орын ауыстырып ала алмайсыңдар кулакқа қарап жинаған кезінде. Бірінші поршын қазір ВМТ-да тұр, жоғарыда тұр, ең жоғары положениесінде. Мына екі кулак бір-біріне домикам қарап тұр. Егерде мына жаққа сап қойсам, мына кулага сыртқа қарап тұрады, былай қарап тұрады. Мына кулагын егерде мына жаққа сап қойсам, онса мына жаққа қарап тұрады. Ол дұрыс болмайды. Қазір міне бұл тур осылай қарама-қарсы тұру керек міне. Мысалыға мына кулагымыз міне ауа кіргізейін деп тұр. Тур осын 180 градусқа әкеп қойсаң, міне ауа кіргізейін деп тұрған положениеде тұрды. Енді мынаны түтін шығарып болды ғой, мына түтін шығарып болды. 180 градусқа қойсақ, тур мына положениеде тұрады. Осы положениеде тұрады. Ал енді бүгілдерін ауыстырып алуға болады. Оны английский алфавит тересіңдер да, А-ны бастап кетесіңдер осылай. Алфавит, бірақ И-ді термеген, почему-то. И кейбір әріптерді. Алфавит болғанда толық алфавит мына жаққа келе бермейді. Кейбір әріптерін тастап кеткен. Сөйтіп теріп шығасыңдар. Алфавиттен бүгілдерін. Кейін масляный магистраль бүгілдерін ауыстыра алмайсыңдар. Ол өз орнына түседі. Так, мыналарын ауыстырып жіберуге болады. Мына төртеуін. Мына төртеуін ауыстырып жіберуге болады. Одан кейін верх ногами десең, мына нагарына қарайсыңдар. Нагар, как следа құсақты. Нагар көбінесе осындай жерінде ақпай тұратын жерлерде жиналады. Ақып кететін жерлерде нагар болмайды. Қанша жуғанмен нагар қалып қалған. Жалпы негізінде жәнедегі алфавит бойынша жинайсыңдар. Nissan Zafira, Maxima 95 жылғылар плюс-минус VQ30, VQ2D5, E2 бәрі бір моторлар. Меткісіне келетін болсақ, поршын жоғарыда тұрған кезінде мына жерде стрелка тұр міне, мына жерде отливке келеді. Шпонка жоғары қарап тұр. Бұлар да оңай, ескі моторларда. И мынау отлив, мына жерде точка қарама-қарсы қарап тұр. И мына жағда солай жиналады. Шпонкалар жоғары қарап тұр. Сондықтан распыралды шаталастырып алмау үшін кулакқа қараңдар. Кулакқа қарап жинасыңдар болады. Сол баланың ісі шала деген содан басталады. Сол айтқам, я деп құлағымнан теуіп, жасайым деп, түкті жасамаған. Жинаған кезінде мен өзім кулагына қарап жинап келе жатырмын. Сол енді болады кейде случайлар шашып тастайды кейбіреулер, сосын жинаған кезінде басынан түтін шығып жатады. Осындай ситуация болған кезінде осылай жинайсыңдар.